Жандауа арнасына қош келдіңіз. Мұнда сіз денсаулық туралы пайдалы видеоларды көре аласыз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қиярдың пайдасы туралы айтатын боламыз. Қияр адам ағзасын шлак пен зиянды заттардан тазартып, ағзаны дәрумендер мен минералды заттар қорымен толықтырады. Себебі құрамында көптеген пайдалы элементтер бар. Сонымен қатар қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Және косметика саласында да үлкен орын алады. Ол көптеген теріні ағартатын кремнің құрамында болады. Ендеше қиярдың денсаулыққа пайдасымен таныса отырыңыздар. Қиярдың 95% судан тұрады. Ал мұның құрамындағы су тірі су болып табылады. Сонымен қатар құрамында ақуыз, аз мөлшерде көмірсу, глюкоза, крахмал, фруктоза және В, С тобындағы витаминдер, калий, фосфор, кальций, магний және басқа да микроэлементтер мен асқазан қорытуының жақсартатын органикалық қышқылдар бар. Құрамындағы осы заттардың арқасында ерекше қасиеттерге ие қияр көкөнісі адам ағзасына көп пайдасын тигізеді. Қиярдың тағы бір ерекше қасиеті ағзаға артық майдың жиналуын болдырмайды. Себебі мұның құрамында болатын тартрон қышқылы майды ерітеді. Сондықтан да артық салмақтан арылғысы келетін жандар үшін ең тиімді көкөніс болып табылады. Сонымен қатар бұл оңай, нәтижелі әрі пайдалы және зиянсыз екенін ұмытпағанымыз жөн. Алайда арықтау үшін қияр диетасын бір апта ғана ұстау қажет. Қиярдың ерекше қасиеттері асқазанның қорытылуын жақсартып, ішекте тұрған астың жылжуын тездетеді. Сондықтан да іш қатып асқазаныңыздың қорытылуы нашарласа, қияр диетасы сізге жақсы көмектеседі. Буын қабынуын емдеуге ең жақсы дәрі. Ағзадағы қышқылдың тепе-теңдігін бір қалыпта ұстайды. Зиянсыз қуықты тастардан тазартып, зәр айдайтын табиғи дәрі. Ағзадағы тұзды сулар балансын қалыпты етіп ұстаушы. Жүрек қан тамыр ауруларын емдейді, гипертонияны болдырмайды, теріні тазартып ағартады, тіс жегісін емдейтін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Қияр диетасы: таңертең 1 стакан су, жарты сағаттан соң калориясы 200 килокалды құрайтын майсыз тағам, ботқа, балық, сүзбе, ірімшік, жұмыртқа тұтыну керек. Күннің қалған уақытының барлығында тек қана қияр немесе одан жасалған салаттарды қара нанмен қосып сағат 12, 14, 16, 17, 19, 20 аралықтарында жеу қажет. Артынан су немесе көк шай ішеді. Ұйықтар алдында калориясы 100 килокалды құрайтын кез келген жемістер жеу қажет. Калориясы аз қияр салатын дайындау жолы: 0,5-1 кг қиярды ірі етіп турап, 30 грамм майлылығы төмен қаймақ немесе айран, дәміне қарай ақ желкен, аз көк қосып араластыру қажет. Айран мен қаймақтың орнына 100 грамм өсімдік майын қосуға болады. Есіңізде болсын, майлы өнімдермен араласқан қияр калориясы өте төмен болса да тойымдылық сезімін береді. Қиярды барлық әлем жейді. Иранда оны десерт ретінде де қолданады. Қиярды кімдер жеу керек? Оның құрамы үйлесімді және құрамында ағзаға қажетті жасынық болғандықтан барлық адамға жеу ұсынылады. Бірақ әсіресе ол мына адамдар тобына пайдалы: қалқанша без ауруы бар адамдар, ісікке бейімді адамдар, жүрек қан тамыр аурулары бар адамдар және семіздікке бейімді адамдар. Тұздалған және маринатталған қияр пайдалы ма? Егер тұздалған және маринатталған қиярды мөлшермен жесе, оның зияны жоқ. Алайда бұндай өнімде тұз, дәмдеуіш және қышқыл өте көп болатындықтан ішектер ауруы бар адамдарға жеу ұсынылмайды. Дүкеннің маринатталған қиярының құрамында сыртына қарап нақты білу мүмкін емес. Сондықтан оны өзіңіз үйден дайындаған жөн. Қарапайым қиярды барлық адам жеуге бола ма? Қиярды асқазанда жоғары қышқылдығы бар, асқазан және 12 елішек жарасы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Кей адамдарда қиярға аллергия болады. Егер қияр жеген соң жөтелу, түшкіру, теріге бөртпе шығу секілді белгілерді байқасаңыз, ол аллергия болуы әбден мүмкін. Қиярды қалай таңдау керек? Қатты әрі орташа қиярға мән беріңіз. Қиярдың құйрығына қараңыз, ол серпінді болу керек. Егер қиярдың түк дәні болмаса, онда көптеген зиянды заттар бар болуы мүмкін. Сары дақтар да нитраттың көп мөлшерін білдіреді. Химкаттардың көп мөлшері қиярдың қабығына және екі ұшына жиналады. Сондықтан оның қабығын ашып, екі ұшын кесіп тастаған жөн. Әрине, егер қиярды бақшада өзіңіз өсірсеңіз, онда қабығымен жеген пайдалырақ. Қиярдың емдік шипалық қасиеттерін антик дәуірінде-ақ білген. Гиппократ жас қиярдың жемісін өкпе ауруын емдеу үшін тағамға көбірек пайдалану пайдалы деп есептеген. Қияр жемісіндегі пайдалы калий элементі адам ағзасынан артық су мен ас тұзын шығаруға әсерін тигізеді және жүрек тамыр жүйесінің нығаюын күшейтіп жақсартады. Қияр жемісін тағамға пайдаланғанда атеросклерозға, толысып семіруге, қан қысымының көтерілуіне қарсы қолдануда ұсынады. Сондай-ақ асқазанды жеңілдетіп босатуға, өт пен зәр жүргізуге жақсы әсер тигізеді. Адам ағзасының буындарында тұз жиналғанда қиярды бал немесе қант қосып тағамға пайдалануды ұсынады. Қияр жемісінен алынған жас шырынды ішу өте пайдалы. Қияр жемісінің шырындағы болатын органикалық қышқылдарды
басқа дақылдардың құрамынан кездестіруге болмайды. Сондықтан осыны ертедегі римдіктер зәмзәм суына теңестірген. Қиярдың шырыны. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Мысалға, 10-шы ғасырда жазылған «Прохладный Ветроград» атты орыс кітабында қиярдың шырыны өте пайдалы деп айтылған. Халық медицинасында ішек, асқазан шаншып ауырғанда тыныштандыратын әрі ауруды басатын дәрі ретінде қияр шырынын ұсынады және шименді жүрек ауруларына байланысты ісінгенде емдеуге пайдаланылады. Жоғарғы тыныс жолдарына, жөтелге қарсы қияр шырынына бал қосып ішкенде жақсы әсер тигізетінін анықтаған. Қиярдың шырынын ауыр қол жұмыстағындағыларды инфаркт миокардынан сақтандыру үшін өте пайдалы деп ішеді. Оның үстіне ол нерв жүйесін тыныштандыруға және оны нығайтуға әсерін тигізеді деп тұжырымдайды. Тәулігіне 100 мл қияр шырынын ішуді ұсынады. Осыны басқа қара қарақат, алма, қызанақ және де шырындармен қосып пайдаланғанда әсерлі күштері арта түсетіндігі анықталған. Кавказ халықтарының медицинасында пісіп жетілмеген қияр жемісінің сабағы мен жапырақтарының қайнатпасымен сары ауруды, бауырдың ауруын емдеуге ішкенде ұсынады. Қияр тұқымдарының қайнатпасын бүйрек және қуық ауруларын емдеуге сүргі дәрі ретінде пайдалануға кеңес береді. Жас қияр шырыны емдік сақтандырғыш және әдемі сәндік дәрісі ретінде жоғары бағаланады. Бет терісін ағартуға, уылжытып, тонусын жақсартып, оған күліңгір барқыт түс беруге әсерін тигізеді және сонымен қатар бөртпелерді, секпілдерді, безеулерді, пигмент дақтарын жоюға жақсы әсерін тигізеді. Соңғы кездері қияр жемісінен басқа да асқабақ тұқымдас дақылдардан табылған кукурбитационды патологиялық ткань рак ауруының өсіп тарауын тоқтататын мүмкіндігі анықталды. Қиярдың тамырынан алынған сығындысын СПИДтің дамуын тежеп тоқтататындығы мерзімді баспасөз мәлімдемелерінде жарнамаланып жүр. Қарапайым қиярдың күнделікті пайдасы. Ауыр жұмыс күнінен шаршап келдіңіз бе? Кофені қоя тұрыңыз. Тоңазытқыштан бір балғын қиярды тазалап жеп көріңіз. Құрамындағы бадәрумендер топтамасы көмірсутектер сізді бірнеше сағатқа энергиямен қамтамасыз етеді. Кішкене әжім мен целлюлитке қарсы қымбат кремдерді алудың қажет жоқ. Қиярдың бір тілімімен теріңізді сүртуді әдетке айналдырсаңыз, келешекте бұл сіз үшін қиын мәселе болмайды. Қияр құрамындағы фитохимиялық заттар теріні берік қылып, целлюлит пен әжімдерден сақтап қалады. Шаршадыңыз ба? Ұйқы алдында бір қияр жеп алыңыз. Ол ағзаңызға қажетті мөлшерде қант, дәрумендер мен электролиттер береді. Соның арқасында таңертең көзіңіз іспей, басыңыз ауырмай сергек оянасыз. Үйге шаршап келдіңіз бе? Қиярды текшелерге бөліп, қайнап тұрған суға бір қайнатыңыз. Осы судың буымен дем алсаңыз, қиярдағы пайдалы заттар буымен беріліп, бойыңызды сергітеді. Жағымсыз иістен қалай құтыламыз? Тамақтанғаннан кейін қиярдың бір тілімін тіліңізбен таңдайыңызға жабыстырып, осылайша 30 секунд тұра тұрыңыз. Осылайша ауыздағы жағымсыз иісті қоздыратын бактерияларды өлтіресіз. Бас ауруынан құтылу үшін бірнеше тілімін жесеңіз жеткілікті. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсырақ. Аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге болады. Шұңғылша, яғни раковина мен айналарды тазалау үшін бір тіліммен ысқылауға болады. Құрт құмырсқа үшін бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршақ қағазға немесе топыраққа орналастырылады. Қорыта айтқанда, адам ағзаларының қалыпты қызмет етіп, қолайсыз жағдайдан қорғаныштық қасиетінің арта түсуінде қиярдың орны ерекше.